söyley bereydi. 今天感觉有个小惊喜给你啊，我唱首歌，我的好。Менің әкем Әсен деген кісі Алтай аймақтық ішпек жемек шөпжеміңіз деп қояды. Сол жерде істеген. Содан кейін Сөйт ауданына қашпақшы деп мәйітінің түнгірсінде үстінде қамауға алып, ақталып қызмет қалпына келтіріп, Жемней ауданында Күншоғыш деп қояды. Сол мекемеге келіп істеген. Мен сол Жемней ауданында оқыдым. Қазір біздің үй Алтай аймағында. Мен өз бір әкеден 3 қыз, бір ұл. Бауырым көлік апатынан қайтыс болған. Артында бір қызы бар. Қытайда қазір шешем мен 2 сіңілім бар. Әкем сол Қытай түрмесінде денсаулығынан зақым алып, 37 жасында қайтыс болды. Одан кейін біз қоғамға ерте араластық, жетімдік қамытын кидік. Әкем өткеннен кейін үйдің ырыздығы әкеммен бірге кетті. Арасында қиыншылық көрдік. Сол қиыншылық шыңдап жүріп, мен 2001 жылы Үрімжі қаласына барып сауда істеп, бір жағы өзім әдебиетке сондай қызығатын болғандықтан әдебиет мәдениет саласында да қазақтың дәстүрлі киім-кешегі, жазушылық, сызушылық деген сияқты салалармен де қосымша айналасып, кейіндеп өзім бір серіктік, бір сербестік кооперативі және бір магазин аштым. Үйдің де жағдай, өзіміздің де жағдайымыз жақсарды. Бірақ өкінішке орай 2017 жылы 6 айдың 3 күні қоғам қауіпсіздік мекемесі маған паспортымды алып кел деп шақырды. Мен ешқандай бір өткізіп қойған қылмысым жоқ болғаннан кейін, ол кезде бүкіл Қытайдағы азаматтардың паспортын жинап жатқан. Көптің қатарында менің де паспортымды жинайды екен деп мен бардым. Сол күні мені Қазақстанға көп барып, көп шықтың, шетелге шыққасын деп қамауға алды. Қамауғалардың алдында үйіме барып тексеріп, менің 1600 бен 1800-дің арасында жинаған кітаптарым бар болатын. Түгел заңды баспадан шыққан кітаптар. Ол кітаптардың ішінде және өзімнің жазып сызып жүрген 2 қолжазбам бар. Соның барлығын тәркілеп, өртеді. Маған шетелгенде көп шығасың деп таққан айыбын орынсыз деп санаймын. Себебі мен кәсіпкер болғаннан кейін мына Ресей мен Қытай өкіметі, Қазақстан мен Қытай өкіметі, Монғолия мен Қытай өкіметі арасында сауда келісім шарты бар. Және екі елдің достық, ауыл шаруашылық бұйымдарын жәрмеңкеге салу, жәрмеңкесі өткізеді. Соған өздері мені паспортымды бітіріп, визамды аштарып, өздері басшылық етіп, әкеп қатынастырып алып қайтқан. Сол себепті менде Ресейге шыққан, Монғолияға шыққан, Қазақстанға келген визалар бар. Енді соны өздері бастап апарып, өздері бұл қимылға қатыстырып, енді қайтадан сен неге шетелге шығасың, қандай террористік адамдарға кезіктің, қандай террористік ұйыммен қатысың бар дейді. Егер шынымен де біз барған сол жәрмеңке террористік ұйымдармен қатысты болатын болса, онда Жұмыр коммунистік партиясының өзі сол ұйыммен қатысы бар деген сөз. Неге дегенде ол өздерінің өкіметтік адамдары ұйымдастырып, өздері басшылық етіп, біздің жататын, тұратын жеріміз, ішетін тамағымыз, қайсы жәрмеңке өздерінің адамдары апарып, өздерінің адамдары коммунистік партияның мүшелері апарып келген. Бізді қамаған кезде күндіз шақырды, күні кешке дейін тергеуде, кітап өртеуде болды, қанның ортасында апарып қалмады, шығарып да түннің ортасында. Егер біз шынымен де қылмысты болсақ, сол кезде неге бізге жылғылысып, рәсіме сот ашып, мынандай заң тармақтарға қайшы келген себепті мынандай жылға жатуың керек деген бір нақтылы сот белгілеу керек еді. Бізді үнсіз апарып қалмады, бұл ешқандай түрме емес, бұл саяси үйрену лагері, бұл жерде Қытай тілін үйренесің, бұл жерде саясат үйренесің, заң үйренесің дейді. Енді біз сауданың адамы, әдебиеттің адамы болғаннан кейін бізге саясат үйренудің қандай қатысы бар? Біз ол жерде құқыққа барамыз, билікке барамыз деген бізде ой болған жоқ. Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесімін,
Алтай аймактык жазуучулар коғамы мүшөсүмүн, бирок өкүнүчкө орай мен ичинен жазуучулар коғамы мүшөсүнүн каарына кире албай калдым. Ол өртөлгөн китаптын ишинде кетип калдымы? Onu қалай көз жазып алдым, менің сыйланған көп сыйлықтарым бар еді. Енді қазір көрсетейін мен. Сол менің жазушылар қоғамында книжкаларыммен бірге алған сыйлықтарым да өте көп болған. 1600-1800 кітабымды өртедік деп отырмын. Соның ішінде өкінішке орай солардың барлығы бірге кетті. Фотолары бар енді көбінің. Бірақ енді негізгі нұсқасындай болмайды екен. Мынандай қазақ мәдениет қоғамының мүшелік куәлігі, Шинжаң ұйғыр автономиялы жазушылар қоғамының мүшелік куәлігі, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшелік куәлігі, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшелік куәлігі. Бұл менің қазіргі Қазақстан паспортым, мынау Қытай паспортым. Осының ішінде осындай визалар көп болған. Сол себепті шекарадан кіріп шыққан таңбалар 1,5 жыл лагерде Алтай үйқамақта жатып, осы Қазақстан еліне аман-есен келгеніме шүкір деп отырмыз. Өздері тапсырыспен сценарий жазғызатын сахналық драма деп қоямыз. Мұстауына деген осыны өздері сахнаға шығарып қойып, өздері сыйлап қанша ақшамен. Негізгі нұсқасы қойылымы менің қолымда жоқ деп, өйткені шекарадан өткен кезде бізді өте қатаң бақылады. Мынаның өзінің киімдердің арасына тартып жүріп әрең әкелгенбіз. Бірақ телефонымда менің жазбаша нұсқасы бар. Содан бір үзінді оқып берейін. Мұстауына деген 4 бөлімге бөлім жазылған ән-билі сахналық драма. Драманың өзекті ойы Жемне ауданына қарасты қазақ ұлтының Жемне Сауыр өңіріне қоныстану барысы, сонымен бірге олардың тұрмыс-тіршілігі сөз болады. Жүйеден Жемне ауданына әрекет еткен қазақ ұлтының 200 жылдан көбірек уақыт барысында жеткен жетістіктерін мақсат ете отырып, драма қазақ ұлтын негіз етіп сахнаға бейімдеп жазылған себепті сахнада сөз қазақи тұсалу керек болған. Екінші үлкен экранмен қосалқы экран осы жерге дейін оқиын. Себебі менің лагерде көзім жақсы көрмейді деп айтып өттім. Сол кезде әшки таққан, өзіммен бірге сол лагерде таққан әшкиімді алып өткен болатымын. Осындай әшки. Бұны да қанша бір рет жалынып жүріп әрең алдырғанбыз. Лагерде бізге ешқандай бір туыс-туғанымыздың телефон нөмірін сақтауға, аты жөнін сақтауға жол қойылмайтын, үнемі тексеріп тұратын. Сол кезде осы әшкейдің сүртетін осы бұлға өзімізбен жақсы өтетін туыс-туғанның араласатын адамдардың нөмірін осылай жазып, үстіп, сақтап, осы нөмірлер аман қалған болатын. Өйткені біз ол жерде қанша уақыт жататынымыз белгісіз болды. Туыс-туғанымыздың аман-жаманын да біле алмайтынбыз. Нөмірлерін ұмытып қалмай тұрғанда жазып алайын деп, оның ішінде бізге қойылған өкілдерде біздің есте сақтау қабілетімізді әлсірететін болғандықтан, күндер өте келе осы нөмірлерді ұмытып қалмайын деп, осылай жазып алған. Мен мынаның ішінде ерекше айта кететін бір адам, Нұрбақ Беғазы деген өзі ақын, жазушы, Қазақстанда да кітабы шыққан, ол жақта да кітабы шыққан сондай бір ағамыз бар еді. Бізбен бірге босатылған, өкінішке орай Нұрбақ Беғазыны қазір қайта ұстап кетіп, біреуден 8 жыл, біреуден 11 жылға қамалып кетті, соттады деп естиміз. Бірақ нақ қанша жыл екені белгісіз, бірақ сотталып кеткендігі шындық болып отыр. Енді сол лагердің ішіндегі бірден бір осы естелік бұйым дейміз, лагерді еске салатын. Бұлардың да нөмірі қазір өзгерген шығар. Одан берде қаншама көзілдірік ауыстырдым. Бірақ енді осының естелік болып тұрсын. Енді сол жазықсыз қамалған жандардың енді айғақ ретінде өзіммен бірге алып жүрмін. Енді мені қамағандағы тағы бір себебі, мен ол жерде сол қазақтың мәдениетін, дәстүрлі киімдерін, ою-өрнектерін дәріптедім. Қазақи киініп жүрдім. Оның бәрі сол Қытай ұлтына ұмаған жоқ.
мені сол әсіре ұлтшыл деген қалпақ кигізді. Енді қазір де міне осылай істетіп жүрмін. Өзім де жайшылықта бүкілдей қазақи киім отырғанша адам кәсіпкерлердік. Былайша айтқанда біз мемлекетке Қытай мемлекетін ауыртпалық емес, керісінше Қытай мемлекетінің үлесімізді қостық. Кәсіп адамдар кәсіпкерлердік қазақи басын беріп тұр. Енді жұмысқа шықпай тұрғанның алдында өзіне киіп жүрген болатынмын енді. Қазір кішкентай қызымыз болды, кейін сол киеді деп сармайдай сақтап отырмын, ешкімге бермей. Қытай үшін өмірге қазақ болып келгеніміздің өзі кінә сияқты. Қажы Машадан ағамыздың қымыз романын енді оқымаған қазақ кемде кем деп ойлаймын. Сонда оны айтады, анамның құсағында қымызкер болып келдім деп айтады да. Ол кісі енді біздің рухани ұстазымыз болды. Өмірінің 40 жылдан астам уақытын 70-ге келіп қайтыс болды. Тең жарымнан артық Қытай түрмесінде өткізді. Енді оған Қажы Құмар Шабданұлы қайтыс болған кезде сол күнде өзіміздің ақын, сол Шинелда тұратын бір жігіттің жазған өлеңі бар, соны оқып берейін. Қара құлып шаққым келді қаншама, ауылыма қашқым келді қаншама, туған жердің бір топ гүлін жусанын көкірегіме басқым келді қаншама, аяқ қолым кісендеулі болса да, қара құлып, қара түрме, қара нан, құтыларым туарым еді жанудан деп кете беретін еді. Оқып отырып жадым. Лагерде негізінен қамалған әйелдердің барлығының шаш ұзын болды. Шашымызды қырықты. Бізде сол күннің көзін самалаудан қызықтадық. Сол кезде бізде атамекенімізге, Қазақстан елімізге ертерек кетпегенімізге өкіндік. Бізде қашқымыз келді. Сол кезде барып біз Қажы Құмар атамыздың тағдырын еске алдық. Ол кісінің жанының қалай қиналғаны, өмірдің соңғы сәтіне дейін Қазақстан елінің президентінің өзін шақыртуын, өзін жоқтауын, сүйегін Қазақстан топырағында қалуын қаншама армандады. Мен көрген лагер дегенде ол айтуда саяси лагер болғанмен ол кәдімгідей түрме. Біз сыртқа шығу үшін, немесе сырттан кіру үшін 7-де 8 құлыпты есіктен өтеміз. Құралды сақшы 20 квадрат жерде туалет ішінде беті ашық, суық бетонның үстінде 19 адам жаттық. Ең кішіміз 18-19 жас мөлшерінде, мүмкін 17 жас болуы мүмкін. Үлкеніміз 70-тің үстінде 19 әйел адам жаттық. Сыймағанымыз жерге жататынбыз. Есіктің астында кішкентай ғана көз бар. Содан 19 адамның туалетке істеткен мусор қағазы содан шығады. Біздің ішетін тамағымыз да содан келеді. Ол енді тамақ дейтін тамақ емес. Сәбіз, картоп,
40 қабат осыларда жумай кесек-кесек турап, суға қайнатып қана әкеп береді. Ішіп отырғанда түбінен кәдімгідей 1-2 қасық топырақ шығады. Әр аптада 3-5 минут бір адамға тастай суық суға түсуге тура келеді. Киімді де 19 адамның шықсып киімін бір ыдысқа жуамыз. Берілетін уақыт 3-5 минут болғандықтан ол киім шешуге де кетіп қалады. Сондықтан тастай су үйде 19 адам бір жолда шешініп алып, ол жерде күтіп тұрамыз. Амал жоқ, уақыттың толды бітті, шығасың ол жерден. Болғаннан кейін тастай суық суға кір жуамыз. Сол кезде біз жас балғын қыздар кейін бала көтермей қалмасын деп, үлкен адамдар ауырып қалмасын деп күнизат деген екеміз көбінде сол жуамыз. Бастағында 19 адамның ішкі сыртқы киімін бір қасап, қолыңды матырып бергенде судың суығы сенің башпай неден төбе құйқаңға дейін жетеді. Біраздан кейін адамның денесі ысси бастайды. Кәдімгі ыстық суға кір жуып отырмын деп ойлайсың. Жуып болғаннан кейін қолыңды алып шыққан кезде шынтағыңа дейін қып-қызыл болып қызарып кетеді. Бір 20 минут, жарым сағат өткеннен кейін сенің қолдарыңның ішінде сан мың құмырсқа ұя сабалған сияқты жыбырлатып мазаңдала бастайды. Енді соның әсерінен қазірге дейін осы қар жауардың алдында, жаңбыр жауардың алдында 2-3 күн бұрын осы білезіктерін әлі күнге дейін қақсап тұрады. Тек жексенбі күні ғана сол жуынуға, кір жууға бір күн уақытты арнайды. Қалған уақыттың бәрінде таңертең айдап апарып классқа кіргізеді. Түсті алып келеді, түсте 1 сағат ұйықтайсың, ұйықтай алмайсың ғой ол жерде. Бірақ жатуың керек. Түстен кейін апарат, кешкі алып келеді, тамақ ішіп болғаннан кейін көк орындыққа таңып, ең биікке орналған телевизор бар. Ол жерде тек Қытайдың Жапонмен соғысы, Си Цзиньпиннің дүние жүзін аралап экскурсиясы, Қытайдың жетістігі жөнінде ғана сөз болады. Басқа ешқандай сырттан ақпарат болмайды. Қазақстанға қарсы идея, әсіре ұлтшылдыққа қарсы, қанат исламға қарсы, өлгеніне ширек ғасырдан асқан Оспан Исламұлына қарсы мақала жаздырады, ашық хат жаздырады үйіме. Мен бұл жерде уже мақта жатырмын, ішпегенім артымда, ішкенім алдымда, тегін киім, тегін жатын орын, жылы үй деп. Ол жерде суық екенін жаздырмайсың, сенің тамағың жайсыз екенін жазуға болмайды. Оны бірнеше адам тексеріп қол қойып, үйіңе апарып оқып беріп, оны үйіңе қалдырмай өздеріңе алып кетеді. Сендер дінге неге сенесіңдер, ақымақтар? Ислам діні деген көктен түскен жоқ. Ол Мұхаммед пайғамбардың халықтың қараңғылығынан пайдаланып, халықты басқару үшін жазған кітабы деп бізге мақала жаздырған күндер болды. Шыны керек, ол мақаланы бірінші рет жазған күні біздің қолымыз бармады, қорыққанымыздан жаздық. Құдайдан бір Алладан қорқып ұйықтай алмадық. Бара-бара оған да етіміз үйреніп, оны да кәдімгідей әдемі жазатын дәрежеге жеттік. Бастағында бәріміз бізде қылмыс жоқ, біз кінәсізбіз дейміз. Күнде айта берді. Бір жылдан асқаннан кейін кәдімгідей өзімізді тексере бастадық. Бізде рас шынымен қателік бар ма? Бар ма деп. Бірақ қалай ойласаң да өзіңнің кінәсіз екенін, жансыз қамалып отырғанын, тағы да ол ұрысқан, тасқысқан тәңір деп өз жүрегімде сайлап тұрады. Бізде бір Қытай мұғалім болды енді. Бүгін төге шыққан камераның бәрі тоқтаған кезде бізге ашық айтты. Сендер қоғамда бәрің алға басар адамсыңдар. Біреуің жалғызлы, біреуің мұғалім, біреуің доктор, біреуің үкімет саласында, біреуің саудада, тіпті қой бағып, сиыр бағатындарында өз кәсіп мамансыңдар. Бұл жерге біз коммунистік партия ұйымның бұйрығымен басқарушы болып келіп тұрмыз. Келгіміз келетін, жұмыс істегіміз келетін жеріміз, бірақ біз коммунистік партияның мүшесі болып содан айлық алып отырғандықтан біз мәжбүрлі түрде келдік. Егер сендерді коммунистік партиясынан, ұйымнан бір телефон кеп, мынадарды босат десе мен өз басым 3 күн, 5 күн, апта бойы ұйықтамасам да күндіз-түні ең соңғы адам қалғанша
чыгарып жүрүүгө дайыммын деди. Күндөрдүн күнүндө сендер акталасыңдар. Сол кезде сендерге төлөм берилет. Менен качан чыгам деп сурамаңдар. Сол кезде көп жаткан адам көп төлөм алат, аз жаткан адам аз төлөм алат. Сол чакта мен неге көбүрөөк жатпагам деп өкмөттүн күндөрүндө болуу мүмкүн. Азыр чыгууга асык болуп отурган мен камеранын алдында ама жок, сендерге урсам, боктайм, хорлайм. Бирок муну көңүлдөрүңө алмаңдар, мага буйрук бар. Бирок мен ар жагымдан сендерди жек көрүп тургам жок. Сендердин жаман адам эмес экендериңди билем деди. Бирок адам bir нәрсе іздеп өзін құтқарғысы келеді. Сырттан келіп сені ешкім құтқара алмайды. Не істеу керек дегенде, біз еркіндікте жүрген кезде Мұхтар Шахановтың өлеңдері, өзіміздің Қытайдағы жазушылардың өлеңдері, соларды жаттап алып, бір-бірімізге сыбырлап ақырын айтып беріп, бір-бірімізге жазып беріп, жаттап алып, оны қиып туалетке тастап ағызып жіберетінбіз. Бізге сол кезде ерекше атап айтатын Мұхтар Шахановтың өлеңі біздің рухымыздың сіңіп кетпеуіне, өзімізді аман сақтап қалуымызға ерекше көмектесті деп айта аламын. Лагерде күніге 10-15 минут мөлшерінде балаға ауа жутууга алып чыгат. Менин өзүмдүн билим алган мектебим дәл лагердин түбүндө болду, Топтөбө орталык мектеби деген. Өзүмүз окушу кезимизде эккен талдар сол кезде Зәулім Байтерек болупту. Саясий лагердин ауласы өтө бийик. Сол кезде өзүм билим алган мектептеги өз колумуз менен эккен талдын сол Байтерек болуп, соң тек басын кылтыйган басын гана көрө алабыз. Сонун басында тургайлар ұшып қонып жүреді. Сол кезде лагердегілер әрге қарап. Еркіндікке жететін басқа не бар? Жүрер жолым болса да қысқа тіпті. Тар бөлмеде отырған адамдардан қу бұтақта отырған құс бақытты деп. Кейде сол талдың басында ұшып қонып жүрген құста болғымыз келетін. Сондай бір ауыр күндерді өткіздік. Шыға алмай қаламыз ба деген үрей бізде көп болды. 23 күні 2018 айдың 23 күні мені шақырды. 3-ші этажға алып барды. Жолда мен не айтатынымды үйретті. Мен лагерге кіруде бір тал, бір түйір қытайша білмейтінмін, заң саясат білмейтінмін. Осы 1,5 жылда коммунистік партияның арқасында мен Қытай тілін жеттік білдім, Қытай мәдениетімен таныстым, саясатты білдім, заңды білдім. Мен керемет адам болдым деп айтасың, деп үйретті. Өзіңді де өзгені де сендіре алмайтын өтірік. Бірақ амал жоқ, солай айтуға тура келді. Бардым, Пекиннен, Үрімжіден, Беріс-Алтайдан тексерушілер келіпті. Бардым, сұраған жауабына бердім, үйреткендер бойынша. Сосын шығаруға болады деді. Әрине бәріміз шыққанымыз жоқ. 60-70% босатылды, артымызда қалғандар да бар, әсіресе ұйғыр, дүнген деген ұлттар халық бойы, онда себебі белгілі екеуінің де мемлекеті жоқ, қоза баратын. Бізде құрылғанына енді ғана 30 жыл болса да, қазақтың артында Қазақстан деген бір арқалы елі тұрды. Бірінші күні Қазақстанда тіке туысы барлар шықты, екінші күні өкімет қызметкерлері шықты, үшінші күні саудагерлер, егінші, малшы, диқан, қарапайым бұқара шықты. Алты ай қамақта болдым. Қазақстан қайта-қайта өтініш бере бердім. Қазақстанға барып келгім келетін, сауданың адамын, ол жақта бизнесім қалған деп, қарызым қалған деп. Шыны керек, Қазақстанда ешқандай қарызым қалған жоқ. Бірақ сол бір сылтаумен шығу керек болды. Бірнеше рет өтініштен кейін мақұлданды. Қазақстанға 2019 айдың 10-ы өттім. 2000 юан ошақ ақшасымен іздеушегім, одан артық ақшалы өтпейсің деген ақшамдас болды. Бірден Астанаға кеттім. Астанаға бардым. 10 айдың 30 күні 2009 мен азаматтық алдым. Оғанға дейін халық мені
тойға барма, паркке барма, отырыс жиналыс қонаққа барма, Қытайдың тыншысы көп, жансызы көп деген сияқты әңгімелер айтты. Азаматтығымда емей үйден шыққам жоқ, еш нәрсеге араласқам жоқ. Бірақ үнемі мен интернет жүз, Facebook, YouTube дегенмен көріп attым. Серікжан Біләшұлы сөйлеп жатады үнемі. Ол кісі осы жақта сотталып жатты, үйғамақта. Біз лагерьден шығар кезде әрине еркіндікке шыққанға қуанасың бірден. Бірақ артында қалып батқан адамның көзіне қараған кезде не айтарыңды білмейсің. Олардың көзінен сендер шығып кеттіңдер енді, бізді құтқарасыңдар ма, соған әрекет етесіңдер ма деген сияқты бір сұрауды көресің. Лагерьдің ішінде де біз бір-бірімізбен әңгімелесетінбіз. Егер де біреуіміз шығып жатсақ, немесе бірнешеуміз шығып жатсақ, Алла қалап шетел асып жатсақ, қалғанымыздың жоғымызды жоқтайық дейтінбіз. Азаматтық алғаннан кейін бірден ашыққа шығып сұхбат беру, Қытайдың қылмысын әшкерлеу, осы бекімге келу маған әрине оңай болған жоқ. Қарасаң, ол жақта 2 миллион ең азы есеппен, әйтпесе 3-4 миллион қандасымыз жатыр. Басқа аз ұлттарды қоспағанда тек қазақтың өзінен. Солардың өмірі маңызы ма? Жоқ, өзіммен бір құрсықтан шыққан 2 сіңілім, бауырымның баласы, өзімді дүниеге келген анам, туыс-туғанымның өмірі маңызы ма? Мен ашыққа шығып Қытайдың қылмысын әшкерлесем, олардың өміріне қауіп төнбей ма деген бір ой мені көп мазалады. Ал енді солардың бәрі шықылдап жатқанда лагерьде шыққан мен, лагерьдің ішін көріп келген, лагерьде өзім сияқты қиналып жатқан, жалғасы қалып қойған, жалғасы қамалып жатқан қандастарды құтқармай отыру енді адамшылыққа саймайды. Және өзім мен ұлтшылмын, мен ұлттың салт дәстүрін дәріптеп жүрмін деп жүрген адам үшін бұл тіпті де қолынан келмейді екен. Ал менің ашыққа шыққаным үшін менің туысымды қамап тастаса да мейлі дедім. Бүгін түсінбесе туыс-туғаным ертең түсінер. Маған бірге туғанымнан көрі сол жақтағы қаймана қазақтың өмірі маңыздырақ. Ол жерде қаншама ұлт үшін жырақтайтын, күйінетін қаншама жазушылар бар, қаншама тарихшылар бар, қаншама саясаткер бар, қаншама өнерлі азамат, техниканы меңгерген, қаншама дарындылар бар. Біздің ол жақта қаншама мәдениетіміз қалды, қаншама тарихымыз қалды, қаншама құнды жәдігерлеріміз тұр. Осының бәрін ойлап, мен осы шешімді жасадым. Қазақша сөйлей берейін. 亲爱的战友们好，大家好，今天是2022年11月12日。Бірінші сұхбатын сол Азаттық радиосының Астанада бердім. Нұргүл Тапаева деген қыз алды. Сол сұхбаттан кейін бүткіл құқық қорғаушы ұйымдар маған хабарласа бастады. Канададан хабарласты, Швейцариядан хабарласты, оларға онлайн сұхбат бердім. Бірлескен мемлекеттер ұйымының құқық қорғаушылары хабарласты, Голландиядан хабарласты, өзіміздің осы Қазақстан көлемінде құқық қорғаушылар 2022-нің 6 айының ішінде Германияға барып, сол жерде де ашық сұхбат бердім. Германияның ең үлкен телеарнасына да сұхбат бердім. Лагерьде көрген білгенімді барлығын айттым. Оларда да сұрақ болды, ойламаған сұрақтар да болды Голландия телевизиясында. Бұл аяқ астынан болды ма, жоқ әлде бұрыннан жоспарға алынған ба деп. Көп адам саяси лагерь десе, бұл аяқ астынан болған деп қабылдайды. Ойбай, Серікжан Біләш деген біреу жақын жеті деген атпен бір чат құрып алды да, соған 500-500 адам тіркеп алды да, содан кейін Қазақстанға көшіңдер деп қандастарды арандады дейді. Ол енді себеп болып қалған шығар. Бірақ бұл 10-20 жыл бұрын жоспарға алынып қойған нәрсе. Себебі Қытай әрбір аз ұлттарға сендер шежірелеріңді жазыңдар деп
жол қойды, және оған өкіметтік жағынан қаржы, кітаптың шығуына қаржы бөлінді. Содан бүткіл қазақ ұлты болсын, ұйғыр болсын, қырғыз болсын, өзінің ата тегін, қандай батырдың ұрпағы, қандай саясаткердің ұрпағы, қоғам қайраткерінің ұрпағы, қандай әнші күйшінің ұрпағы, одан қандай ұрпақ тарап жатыр, қандай батыр шықты, осының бәрін жіпке тізгендей етіп шежіреге салды, баспадан шығарды. Осының бір нұсқасын Пекинге алып кетіп, бұны қытайшаға аударып, солардың енді қазіргі рухы тірі қазақ болып қалады, қазақ болып жасайды дегендердің барлығын, қазақтың мәдениетін жалғастырады, тарихын жалғастырады дегендердің барлығын жіпке тізгенде әкеп ұстап лагерьге тоғытты. Құдай-ау сақтайды. Жақсы, шүкір. Өзің қалайсың? Өй! Бір жапырақ болып неғып отырайым да, ва? Саясат деген өзі бір кесек алтын сияқты дүние. Біреу одан жүзік жасап алады, біреу білезік жасап алады. Әркім өз ойындағысын істеп тұр. Қытай саясатты пайдаланып, бүкіл халықты қамап, бүлік жасауды көздеп тұр. Ал қарап отырсақ, біз адамдар, әсіресе біздің қазақ ұлты ешқашан өзін-өзі құтқаруға ұмтылмайды екен. Бір супермен біреуді күтіп отырады екенбіз, бізді келіп құтқарады деп. Жоқ, ешкім сені келіп құтқармайды. Адам өзін-өзі құтқарады. Мысалы үшін біз қазір жалтақтап біресе батысқа қараймыз, біресе түбіміз бір түріктеп Түркияға қараймыз, кім келіп құтқарады, біздің қандастар Қытайда зардап шегіп жатқан деп. Негізі Қытайдағы қандастарда өз ішінен барлығы, әйтеуір ноқталы басқа біреудің өз ішінен бұлқыныс жасау, талпыныс жасау керек еді. Өз ішінен бір көзге түсерліктей бір қарсылық көрсету керек еді. Бірақ өкінішке орай олардың рухын қатты басып, шегендеп ұстап отыр. Батыспен де мен сұхбат бердім, сонда олардан байқағаным, мысалы олар айтады да, не үшін менен сұхбат аласыңдар? Ол сендерге неге керек? Десек, біз Қытай ішіндегі аз ұлттарға, мұсылман ұлттарға геноцид жасап отыр дейді. Қарамаққа қарағанда супермен, дүние жүзіндегі барлық адамдарды тең көзбен қарайтын, солардың құқығын қорғайтын болып көрініп отыр. Жоқ, олай емес. Ондай болса, неге өзінің маңайындағы мұсылман, мысалы үшін Иран, Ирактағы соғыстар, Суриядағы соғыстар, олар мұсылман емес па? Одан да Қытайдағы мұсылмандарда, көп мұсылмандарды қырғынға ұшыратып отырған батыс неге Қытайдың ішіндегі астамдылықтарға жанаши қалды? Себеп ол өзіне келетін қауіптің алдын алып отыр. Қытайдың 2025 жоспары ішінен бүлік жасау, 2035 маңайында ұсақ мемлекеттер жаулап алу, 2055-ке дейін ол дүниеге қожа болу. Қытай шынымен де өзінен ішінен бүлік жасап алса, 2035-ке ұсақ мемлекеттерді өзіне қаратып алса, ол өздері сипаттағандай алып айдағарға айналады да, ол батысқа қауіп төндіреді. Ал батыс біз Қытайдағы аз ұлттардың геноцидқа ұшырап, солардың құқығын қорғап берейін деген атпен санкция салып, өзіне келетін қауіптің алдын алу. Қытай демократтарына да үш рет сұхбат бердім мен. Сол қай сұхбат болсын, маған ең көп қойылатын сұрақ лагерде жыныстық зорлық, зомбылық болды ма деп сұрайды. Бұл жерде мен Шиньяндағы басқа лагерлер үшін жауап бере алмаймын. Бірақ мен өз тұрған жерімдегі лагерде жыныстық зорлық, зомбылық болған жоқ. Одан басқасының барлығы болды. Ұлтымызды қорлады, қара басымызды қорлады, тамақтан қақты, соғу жерге жатқызды, туыс-туғанымызбен хабарластырмады. Басқа да лагерь куәгерлеріне осы жерде мен айтатынмын, оларға да осы сұрақ түсіп жатқан болуы мүмкін. Мен Қытаймен өшекем, Қытай мені жақсы қабаған екен деп, Қытайға деген өшікпен Қытайды жаман көрсету үшін ешқандай бір ауызда өтірік қоспау керек. Лагерде не болды, болғанын болған күйінде айту керек.
Себебі ақиқат сынбайды келеді дейді. Қытайдың бұл зұлымдығында бір күні ашылатын күні болады. Халықарадағы зерттеушілер де бұны зерттеп жатыр. Сол кезде бір лагер куәгерінің қосып айтқан бір ауыз өтірігі басқа лагер куәгерлерінің бүткіл шындығын жоққа шығаруы мүмкін. Иә, Қытай бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсені, мен бұл жерде бүткіл Қытай ұлтына қаралап жалаламаймын. Оның ішінде де жақсылары әрине бар. Бұл жерде Қытай ұлты кінәлі емес, Қытай коммунистік жүйесі билігі кінәлі. Биліктің жамандығы, жүйесінің жамандығы. Осыны әрбір лагер куәгері түсіну керек.